Сәлем баршаңызға. Осындай демде дайын болатын, азғандай вақтыңызды алатын алмалы рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар, арнамнан алыстамаңыз. Алдымен дайындап сыртын тазалап алған алмаларымызды осындай үккіштің үлкен жағымен шығаратын боламыз. Үккішпен жұмыс жасаған кезде қолдарыңызға абай болыңыздар. Өйткені кесіп кетуі мүмкін. Демде азғандай уақытта дайын болады. Бұл рулет көп уақытыңызды да алмайды. Дайындап үккіштен өткізіп алған алмалардың үстіне 2-3 үлкен қасықта құмшекерді салып, жақсылап араластырып, шетке алып қоямыз. Енді бисквитін дайындайтын боламыз. 4 жұмыртқаға өлшеп алған құмшекерді салып, миксерлейміз. Мен описание бөлімінде қажетті заттардың барлығын жазып кеткен болатынмын. Сол жерден қарап жасай берсеңіздер болады. Осылай бізде көпіріп, 2 есеге үлкейеді жұмыртқамыз. Сол кезде өлшеп алған ұнымызды салып, үстінен төмен қарай осылайша арнайы лопатаның көмегімен осылай жасаймыз. Видеода көрсетілгендей істейтін боламыз. Басқаша араластыратын болсақ, біздің бисквитіміз ойдағыдай шықпай қалады. Міне дайын болды бисквитімізде. Енді арнайы дайындап алған формамызға бірінші алмамызды салып, жайып алатын боламыз. Осылай жан-жақты жайып алдық. Енді оның үстіне дайындап алған бисквиттің құйып шығатын боламыз. Барлық жеріне жайып, әдемілеп осылай құйып шығамыз. Бір жасағаннан шығады бисквит еті жұмсақ болып. Енді қызып тұрған печкамызда беті осылай қызарғанша пісіріп алатын боласыздар. Дайындап қойған қағазымыздың үстіне осылайша аударамыз. Міне ыстықтай демде аударып, рулетті орап алмасақ, оралмайтын болып қалады. Ыстық кезінде орап алу қажет. Артық кремді де қажет етпейді. Міне осындай ыстық күйінде өз формасын жоғалтпау үшін орап алатын боламыз. Осылай орап, біраз уақытқа суығанша қойып қоямыз. Әбден суыған соң үстіне құмшекер ұпасын сеуіп, кесіп дастарханға тартуға да болады. Үйдегі бар заттан жұмсақ осылай ауызға салғанда еріп кететін рулеттер дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашар кезінде демде дайын болады. Арнамнан алыстамаңыздар. Комментарий жазып, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер.
отбасыңызды қуантып қойыңыздар осындай тәттілерді жасап. Сіздерге де ас болсын. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.